Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Бүгін сіздерге пешке пісірмей-ақ ұнсыз, қансыз жасалатын осындай тәттіні жасау жолымен бөлісемін. Шоколадсыз да, осындай шоколадпен де жасауға болады. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Бұл тәттіні жасау үшін бізге ең алдымен печенье қажет, одан кейін мейіз, грек жаңғағы және де осындай дәнімізді саламыз. Барлығын осындай блендерге салып езіп аламыз. Енді барлығы біркелкі болып езілгеннен кейін массамызды құрғақ ыдысқа саламыз. Одан кейін керегінше бал қосамыз. Балымызды осы массаның көлеміне қарай қосамыз. Яғни біз массамыздың басы бір-біріне жақсы біріккенше балымыздың көлемін көбейте береміз. Менде осы масса үшін 3 ас қасық бал кетті. Біздің қоспамыз дайын не дайын емес екенін білу үшін осылай қолымызбен басын біріктіріп көреміз. Дайын болғаннан кейін өз қалаған формамызға келтіріп аламыз. Мен осылай дөңгелектеп шықтым. Құрметті достар, егер менің дәл осы видеом ұнап жатқан болса, лайк баса кетіңіз, әрі комментарийға менен басқа да қандай видео рецепттерді күтетініңізді жаза кетіңіз. Ал егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Мен осы тәттіні әсемдеу үшін шоколадты қайнап жатқан суға осылай ыдысымызды салып ерітіп алдым. Шоколадты еріту барысында міндетті түрде араластырып тұру қажет. Енді дайын болған тәттімізді шоколадпен араластырып, сеткамыздың үстіне қоямыз. Сол кезде бойындағы артық шоколадтар төмен қарай ағып кететін болады. Менде тәттінің көлемі кішкентай болғандықтан сеткадан төмен түсіп кетті. Сол үшін пергамент қағазын төседім. Осылай шоколадқа дайындаған тәттімнің жартысын ғана араластырып, бетіне кокосовый стружканы сеуіп шықтым. Солай тоңазытқышқа шоколадымыз қатқанша қойып алдым. Және одан кейін шайға осылай ұсындым. Дәмі өте керемет болып шықты. Көріп тұрғандарыңызға жасау жолы өте оңай. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.